Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің нұсқауы негізінде тас жолдарда апаттық деңгейді төмендету мақсатында әуе патруль қызмет Атырау облысының аумағында іске асуда. Аталған әуе патруль қызметі тас жолдарда көлік құралдарының қарсы бағытқа шығуы, авариялық жағдайды туғызу, маневр талабын бұзу, жүргізушілердің басқару жүйесінде ұялы телефонды қолдануы және қауіпсіздік белгілерін тақпау деректері анықталып, олардың жолын кесіп, өзге де жол жүрісіне қатысушылардың тас жолдарда қауіпсіз жүріп тұру үшін қызмет атқарады. Осыған байланысты қала сыртында тас жолдарда пайдаланушы жүргізушілер өздерінің жол жүріс ережелерін қатаң сақтауын сұраймыз.